Тойқұмар тасбақа ертегі. Келесі қызықты ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қолдап отырыңыздар. Адам баласының қолынан көп нәрсе келеді. Ол сөйлейді, ән шырқайды, жаза біледі, сурет салады, билейді. Қайсы бірін айтарсың? Сол сияқты жан жануарлардың, аң құстардың да өз тілдері болады. Жылқы кісінейді, бұлбұл сайрайды, тіпті тоты құс адамша сөйлей алады. Тасбақада тілі жоқ. Бұрын күшті де ащы дауысы болыпты. Тасты тасқа ұрғандай шақылдап шығады екен. Тойшылдығынан тойға баруға құмарлығының кесірінен бір жолы тілінен даусынан айырылыпты. Оқиға былай болған деседі. Күндердің бір күнінде аң патшасы арыстан өзіне қарасты аң құстардың өкілдерін жинайды. Онда жақындап келе жатқан қысқа дайындық жайы талқыланады. Патша өз баяндамасында қысқы маусымына жан-жақты дайындық керектігіне тоқталады. Баяндамадан соң әдеттегідей жарыс сөз басталады. Алдымен қарқ етіп шоқақтап жүріп, қырылдап, сырылдап кәрі қарға сөз бастайды. Қыс мезгілін құбыжық етіп көруді қашан қоямыз осы? Қыс жылдың 4 мезгілінің ішіндегі жанға жайлы ең рақат кезең ғой. Үскірік аязын айтсаңшы, бораны қандай, көз қарықтырар әппақ қар ше. Жалпы мен көп отандастарымның ұшқары іс-әрекеттерін қолдамаймын. Айыптаймын. Сол күн су табастаса болып, тізіліп топтанып, жылы жаққа қарай аттанады. Өмір бойы солай шұбырып, көшіп қонып жүргендері. Қарғаның сөзі жиналғандарға боз боран соққандай әсер етті. Құдайым қарға болудан сақтасын, деді сұлу үні сыңғырлаған бұлбұл. Бұлбұл қарағым, асылық айтпа, деді бүркіт. Кенет ол жиналыстың бітуіне қарамастан тауға қарай ұша жөнелді. Өз алдына жеке құс патшалығын құрмақ ойы бар екені рас болды ғой, деді 62 айлалы қу түлкі. Менің де қарға болғым келмейді, деді кербез аққу ұзын мойнын одан сайын созып. Оған қаз қаңқылдап, тырна тұраулап, жүрек саңқылдап үн қосты. Ал көкек болса өз атын өзі шақырып, көкек, көкек деп бір ұшып, бір қонып, шыдамсыздық танытты. Қорбаңдаған қоңырайы ортаға шығып, әңгіме тақырыбын басқа тарапқа бұрды. Қазақта жаман күнді жатып тыңда деген сөз бар. Дұрысы сол. Қыста жем іздеп бүрсеңдемей, жылапанда жатып, анда-санда майлы табаныңды сорып қойып ұйықтаған жөн. Бұдан кейін сөз алған суық торғай қарғаны қолдады. Жылан ыс-ыс етіп оратылып, жазылып, жалпақ басын кегжейтіп тұрып аюдың пікіріне қосылды. Қасқыр, түлкі, қоян, қарсақ, шибөрі, шошқа, тағы басқалары қыстың кәріне ұшырап, қырылып қалмау үшін бірлесе қимыл жасау керек десті. Жолбарыс қысқа дайындықты дегенді кім шығарды? Ол әркімнің өз шаруасы ғой, деді іштей. Сөйтті де теріс айналып кетіп қалды. Арыстан баяндамасын бітірер-бітірместен ақ орнынан қозғалған тасбақа осы кезде ғана ортаға жеткен еді. Оу, жарандар, деді ол. Аса маңызды жаңалық айтардай бәрін өзіне қарады. Осында жиналған қай-қайсысыңды жас жағынан менен кішісіңдер. Тіпті жаңа сөйлеген кәрі қарғаның өзі менің немерем, шөберем сияқты. Біз бұнда жас жарыстыруға жиналған жоқпыз ғой, деді шыдамсыз сауысқан шық-шық етіп. Негізгі мәселеге қарай ойысыңыз, деді ерке елік ұстағандай қара көздерін аударып төңкеріп. Жас үлкенді сыйлау деген қалып барады, деді тасбақа бой бермей. Жақында анау жалы күдіреген көкжал қасқыр мерейтойын өткізді. Жақсылар мен жайсаңдардың басын қосыпты деп естідім. Мені шақырғанда қара қазаны ортайып қалар ма еді? Сөзден гөрі қимыл әрекетке бейім қасқыр лықсып келген мол ашуын әрең тежеді білем, аспанға қарап ішін тартты.
алаңқайға жиналған аң құс қозғалақтап, айнала қиқу-иқу, у-шу, азан-қазан болып кетті. «Сабыр сақтандар!» деді арыстан ақырып. Тасбақаның уәжі қисынды келеді. Ол шынында да ортамыздағы қариямыз. Ал үлкенді сыйлау қадым заманнан үзілмей жалғасып келе жатқан ата дәстүріміз. Қай тойда да төрде отыратын жөні бар оның. Қысқа қалай дайындалу керек деген сұрақтың төңірегінде ұзақ айтысқан аң құстар ақыры бір мәлімеге келе алмай жан-жаққа тарасты. Бірі ренжіп, екіншісі түңіліп кетті. Қай нәрсені де тереңінен ойланып, түйіндеп сөйлейтін көреген үкі бұл жолы да мәселенің мәнісін таппасты. «Айтысу қанымызға сіңген әдет қой», деді ол, үлкен айна көздері жалт-жұлт етіп. «Бұл жақсы». Айтыста әрқашан өтіріктің бетпердесі сыпырылады. Тасбақа өзіне өзі дән разы, өзі болғалы. Тасбақа селк етті. «Апыр-ай, зымырап өтіп бара жатқан уақыт-ай», деді ол күбірлеп. «Оған да 100 жылдан асыпты ғой, санап отырса. Босқа кеткен уақыт емес қой», марқая түсті. «Иә, өзі болғалы осындай алқалы жиынды дүйім аң құстың алдында алғаш рет көсіле сөйлесуі. Мұның айтқанын патшаның өзі құп көрді. Шіркін, ұшуға қанаты жоқ. Мені көрдің дерме дегендей мойнын созып жан-жағына қарап қояды. Ән салғысы келеді. Өзінің қарашығында кішкене қуаныш жұлдыздары асыр салады. Кенет құлағына қария деген жағымды үн шалынды. Алма ағаштың бұтағында отырған көк кептер екен. Төмендеп келіп дәл алдына жалт етіп қонды. «Сізді тойға шақырамын, қария. Қызымды ұзатқалы жатырмын», дейді. Бір орнында тұра алмай шыр көбелек айналып, қанатының ұштарымен жер сызып, гүр-гүр етіп. «Құдалар қай жақтан?» «Сұр кептерлер ауылынан». «Көк кептерлер мен сұр кептерлер қыз алысып, қыз берісетін болған екен ау», деді Тасбақа іштей таңданып. «Заманның да, заңның да өзгергені дағы. Құтты болсын той қашан. Ертең ұлы сәскеде басталады. Орман ішіндегі 3 алып бәйтеректің саясында өтеді. Келіңіз, қария, жастарға бата беріңіз». «Жақсы, барамын. Айтпақшы, тойға дайындықтарың қалай?» «Қапсыз дайындылдық. Жүгері, бидай, арпа, тары, күріш, пісте, дастарханда бәрі болады». «Онда мен тіке солай қарай тарта берейін», деді Тасбақа. Тасбақа жан-жағына алақтауды қойып, жүрісін жылдамдатты. Кеш батып қараңғылық қоюланды. Жұлдыздар жамырап, ай жарқырап тұрды. Тасбақаның қарны ашып ұйқы қысты, шаршады. Бірақ ол тоқтамай жүре берді. Таң атты, күн түске тырмыса бастады. Тасбақа шаршаса да тоқтамай жүріп келеді. Алдынан қарға шықты. «Ертелетіп қайда барасыз, қария?» «Тойға. Жолыңыз болсын. Кеше жақсы сөйледіңіз». Тасбақа өліп талып 3 ағашқа жеткенде той тарқап кеткен екен. Тірі жан жоқ. Тасбақа өмірінде бұлай өкінбеген шығар. Өзегі өртенді. Тіпті терісіне сыймай кетті. Арқасындағы тас қабыршағы шықыр-шықыр етті. Жарылмаса сызат түспесе не қылсын? Соны ойлағанда зәресі ұшып, өзін-өзі сабырға шақырды. Ойбай, басқалар сияқты іннен інге, қуыстан қуысқа көшіп жүре алмаймын. Құдай берген өзіммен бірге көшіп қонып жүретін жалғыз баспана үйім бар. Ол жарылса, денесі мұздап сала берді. Осылай тұрғанда Тасбақаның жанына кірпі мен тиын келді. «Жай жүрсіз бе, қария?» деді кірпі. «Жай болғанда тойға келіп едім, кешігіп қалыппын». «Қария?» деді сөзге тиын араласып. «Той тойлайтын уақыт па? Биыл қыс ерте түседі деп жатыр жұрт. Қара астында қалмай тұрғанда жылы қуыс тауып алсаңызшы». Ойланып кетіпті. Дәл қарсы алдында құлақтары салбырап тұрған қоянды байқамапты.
Ата, елемейсіз ғой тіпті, дегенде барып салбыраған басын жерден көтерді. Ата, сізді арнайы іздеп келе жатқан бетім. Ұлым үйленді, той жасаймыз, келіңіз. Қашан, деді тасбақа самарқау ғана. Ертең, шаңқай түсте, мынау тұрған жер, 2-3 секірсеңіз. Ай, деп қоян тілін тістеді. Әне, анау жалпақ төбенің баурайында. Жақын болса барайын. Тасбақаның көңілі көтеріліп сала берді. Дастархан мәзір қалай? Бәрі болады. Сәбіздің түр-түрі бар. Оған қоса алма, алмұрт, өрік, қара өрік, шабдалы, шие, алма, жүзім, қауын, қарбыз, құлпынай, қарақат. Ой, бәрі де болады. Қалағаныңыз табылады. Кірпі мен тиіннің сөзі тасбақаны ойға қалдырды. Кенет биіктен тыраулаған тырналардың үні естілді. Шынымен қыс жақындағаны ғой. Тасбақаның кенет тырна болып ұшқысы келді. Тасбақа шалқая аспанға қарады. Бақ еткен оқыс дауыстан жұмған көзін ашып алды. Тәтті қиял көзінен бұлбұл ұшты. Тізіліп бір топ түйе өтіп барады екен. Жол болсын, деді тасбақа дауыстап. Әлей болсын, деді соңғы түйе. Тасбақаның шешендігі ұстады. Маң-маң басқан, шудаларын шаң басқан. Екі өркешін қом басқан, төрт аяғын тең басқан. Тілін тікен теспеген, мұрындығы келіскен, жантақ екен жекені, ашы қурай теріскен. Сүйкімді ботақан қызық көріп тасбақаға жақындап келді. Бұл не дегендей таңдана қарап тұр. Ау, ботақан, қайда барасың, деді тасбақа. Ауылға барамыз, ата. Орман неге ұнамады? Маған ұнайды. Қаранар атамның өкпесі қысылады орманда. Орман дегенің халқы ығы-жығы қала сияқты, дейді ол. Оның түсіне ылғида ыстық құм мен жантақ деген тәтті шөп кіреді. Сондай-ақ 40 құлаш тереңнен шығатын мұздай мөлдір суды да сағынады. Жусан деген керемет шөп болады екен ол жақта. Дұрыс, жолдарың болсын, деді тасбақа. Тасбақаның есіне кенет кең дала түсті. Сол бір күн есіне түссе, жүрегі сыздайды. Ойында ештеңе жоқ, көктем шуағына шомылып, өзінше мәз болып жүрген. Кенет сығандар көші пайда болды. Әндетіп шулап келеді. Бұл таңдана қарап тұрған. Арбадан бір бала секіріп түсіп, бұған қарай жүрді. Бір қауіп сезіп, басын аяқ қолдарын ішке тартып алған. Бір кезде қараса, сықырлаған арбада кетіп барады екен. Тасбақа өзінің де туған жерін, кең даласын қатты сағынғанын сезді. Бірақ тырналар сияқты ұшып кете алмайды. Түйелер сияқты жылдам жүруде маңдайына жазылмаған. Бұл да бір кезде сол далада дүние есігін ашқан еді. Кейін тағдыр айдап қалалық болып кетті, яғни орманда тұрақтап қалды. Көп нәрсе әлі есінде. Ой, бос қиялмен уақыт өткізбейін деп ойлады тасбақа. Әлі талай жер жүруім керек. Тасбақа алыстан мұң артқан төбені бетке алып тоқтаусыз жүрді. Қырсыққанда түс ауа нөсер жаңбыр басталды. Аспанның түбі түсіп кеткендей шелектеп құйып тұр. Суық. Тасбақа сонда ғана қозғала берді. Таң ата күн шайдай ашылды. Төбеде таяқ тастамдай жер ғана қалды. Енді бір ышқынса, жоқ, алдында көлденең созылған сай табанында лай су сарқырап ағып жатыр. Өткізер емес. Тықыршыған тасбақа мойнын барынша созды. Бәрі ап-анық көрініп тұр. Қонақтар жиналып қалыпты. Жарқын-жарқын үндері ап-анық естіледі. Жұрт қол қалады ма, қайдан бұлбұл шырқырап ән бастады. Шыдамы таусылған тасбақа тамағын жырға айқай салды. Ей, жарандар! Ащы дауыс шарықтап кетті, бәрі жалт қарасты. Ол кім ей? Деді бойы бәрінен асып тұрған түйе былш-былш түкіріп. О, байғұс тасбақа, деді түйенің төбесіне өрмелеп кеткен тышқан шиқылдап.
Бар қызықтан құр қалды-ау. Міне дегенше тойға жиналғандар түгел дерлік тасбақаға көмекке ұмтылды. Әрқайсысы оны судан өткізіп алудың әртүрлі жолын айтты. Жылқы болса ай-шайға қарамай тасбақаға қарай шаба жөнелді. Жылдам жанына жетіп барып: «Қария, менің арқама мініп алыңыз. Көзді ашып жұмғанша тойдың төрінде отырасыз». Тасбақаның жүрегі дауаламады. Жылқыдан соң көмекке қыран бүркіт ұмтылды. Шеңгеліме қысып алып, сонау көк аспанға шырқыратып барып, той дастарханының жанына топ еткізейін бе, деді бүркіт. Қорыққандықтан болар, тасбақа бұл ұсыныстан да бас тартты. Қайық табу туралы ұсыныста іске аспады. Ақырында тасбақа бергі бетте тұрып, арғы беттегі жас жұбайларға бата беретін болды. Солай да істеді. Байғұс көптен бері көңілінде қапталаған небір жақсы тілектердің тынығынан айтты. Тамағының жанын көзін көрсете ауырғанына қарамастан барынша қатты сөйледі. Жұрт дән риза болды. Қайта шу етіп ризашылықтарын білдіре бастады. Тасбақаны бұндай ақба шешен деп кім ойлапты? Кенет ол үнсіз қалды. Тойға жиналғандар біртіндеп тарай бастады. Той иесі қоян бергі беттегі тасбақаға қарай жүгірді. «Құрметті қария», деді қоян аса ризашылықпен. «Өте жақсы сөйледіңіз. Жиналғандар түгел риза болды. Батаңыз керемет шықты. Сізге тойдан арнайы сыбағаңызды алып келдім. Мыңда бір рахмет». Тасбақаның көңілі толқыды. Қоянға да ол ризашылық білдіргісі келді. Бірақ даусы шықпады. Ерні жыбыр-жыбыр етеді. Қатты шаршаудан келді ме, әлде қатты айқайлап сөйлеуден болды ма? Суық тиді ме екен? Көз өтті ме екен? Әйтеуір, сол күннен бастап тасбақа үнсіз, тілсіз қалыпты. Мінезі де өзгеріпті. Кісі киік болып кетіпті. Біреудің тысыры естілсе, аяқтарын бауырына жинап, басын ішіне тартып ала қояды. Жұрт жиналған жерден шеттеп, қашқақтап жүреді. Қанша қиылып шақырса да тойға бармайтын болды. Тағдырдың жазуы осылай шығар. Қария деген құрметті атаққа әрең жеткенде, тасбақа дауысы мен тілінен айырылып қалыпты. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі қазақша қызықты ертегілер тыңдағыларыңыз келсе, арнаға тіркеліп жіберіп алмаңыздар. Рахмет.